Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сәукеле нан мен күлше нандардың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен сүтіміз бен сары майымызды жақсылап ерітіп алып, үстіне тұз, қант, дрожжымызды салып араластырып аламыз. Үстіне тағы да 2 жұмыртқамызды салып, араластырып, ұнымызды салып, жақсылап илеп шығамыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып иленеді. Қолға жабыспайтындай, бірақ өте жұмсақ қамыр болып иленіп шығуы керек. Әбден июі қанғанша 15-20 минут осылай жақсылап илеп аламыз дағыны. Бетін жауып, жылы жерге біраз көтеріліп ашығанша қойып қоямыз. Қамырымыздың сәл көтеріліп ашып келе жатқан кезде қайта шығарып, екінші қайтара жақсылап илеп шығамыз. Тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін осылай кішкене бір бөлігін зуалалап алып, шахматный линияда осылай пышақпен кесіп шығамыз да, сәукелеміздің формасын алдын ала фольгамен жасап алып, соған осылай жауып, артық қамырын кесіп, асты жағына қарай қайырып, астын жабыстырып дайындап аламыз. Енді ұзынша етіп 2 қамырды алып, сәукеле нанымыздың жоғарғы жағына жабыстырып қоямыз. Үстіне жұмыртқа жағып, күнжет сеуіп шығамыз. Біздің әсел пешкімізге сәукеле нанның жоғарғы жағы тым жақын болғаннан кейін, сарғайып кішкене піскеннен кейін бет жағын фольгамен жауып қойсаңыздар болады. Сонда күйіп кетпейді. Енді күлше нанымызды алдын ала кішкене ғана зуалалап шығамыз да, көтерілгеннен кейін осындай бір формаға келтіріп жайып шығамыз. Бетін тесіп, бетіне жұмыртқа жағып, бетіне күнжет немесе мак жағып, осылай ең жоғарғы градуста сарғайып піскенше 2 сәукеле нанымызды да күлше нанымызды пісіріп шығамыз. Қалған қамырдан осындай бауырсақ әзірлесеңіздер де болады. Өте дәмді, жұмсақ, керемет болып дайындалып шығады.